Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып, тақырыбы денелер суда қалай жүзеді. Жалпы ең алдымен сабақты мақсатына тоқтала кетейік. Зерттеудің өзекті бағытын өз пайымдау негізінде анықтау. Екіншіден, зерттеу әдісін бақылау мен эксперимент таңдау есебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу. Үшіншіден, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Өткен материал бойынша сұрақ-жауап әдісі. Архимед күші дегеніміз не? Архимед заңы дегеніміз не? Эврика сөзінің мағынасы қандай? Өткен тақырыптар бойынша сұрақ-жауап әдісіне жауап берейік. Ары қарай. Жаңа тақырып: денеге су тарапынан әсер ететін кері итеруші күш оның көлеміне байланысты болады. Егер суға батырылған дененің көлемі үлкен болса, кері итеруші күш те үлкен болады. Жалпы балалар, бізде «Сен білесің бе» деген кітабымызда үлкен бөлім тұр. Сол тақырыпқа тоқтала кетейік. Ең алып жануардың бірі кит. Оның массасы шамамен 130-150 тоннадан, ал ұзындығы 30 метрден асады. Осынша үлкен болса да, кит 800 мың метр тереңдікке дейін жетіп, мұхит бетіне шыға алады. Себебі ол мұхит бетіне көтерілу үшін өкпесін ауаға толтырылады. Кит өкпесінің көлемі ұлғаяды. Осы кезде су тарапынан кері итеретін Архимед күші артады. Ал тереңге сүңгу үшін кит өкпесіндегі ауаны шығарады. Ендеше балалар, ары қарай сендерге видео ролик ұсынамын. Мұқият тыңдайық. Назар аударуларыңыз сұралады. Бассейнде, көлде жүзгенде сені бір ерекше күш итеріп көтеретінін сезесің. Суда жүзіп жүретін денелерді де осындай күш итеріп көтереді. Керемет алып кемелер әлем мұхитының суларында емін-еркін жүзеді. Сонда мұндай денелердің суда батпауының себебі неде деп ойлайсың? Қандай кері итеруші күш денелерді суға батырмай ұстап тұрады? Осы сұрақ төңірегінде ойланғаның бар ма? Ендеше, бұл сұраққа тұңғыш рет жауап берген ертедегі гректің аса көрнекті ұлы ғұламасы біздің эрамыздан бұрын 287-212 жылдары өмір сүрген Архимед болатын. Сұйыққа батырылған денені кері итеретін күштің мәнін тәжірибе жүзінде анықтайық. Тұрғыны алайық, оған динамометрді қыстырайық. Динамометр ілгегіне цилиндр тәрізді ыдысты және бір денені ілейік. Осыдан кейін денені суға батырғанға дейінгі динамометр көрсетуін белгілеп аламыз. Үстелге шүмегінің деңгейіне дейін су құйылған ыдыс пен шүмектің астына кішірек мензурка қояйық. Енді динамометрге ілінген денені абайлап ыдыстағы суға батырамыз. Сонда динамометр серіппесінің көрсеткіші жоғары көтеріле бастайды. Дене суға батқан сайын суды ығыстыра түседі де, ығыстырылған су сауытқа құйылады. Дене суға толық батқан кезде динамометр дененің судағы салмағы қаншаға азайғанын көрсетеді. Егер динамометрге ілінген ыдысқа дене ығыстырып шығарған сұйықты құйсақ, онда динамометр көрсеткіші өзінің бастапқы орнына келетін болады. Бұдан сұйыққа батырылған денені кері итеретін күш сол дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең. Сөйтіп, эксперимент жүзінде кері итеруші күш туралы теориялық қорытындының дұрыстығын дәлелдеп берді. Сондықтан, кері итеруші күштің Архимед күші деп те айта береді. Сонымен кері итеруші күш, яғни Архимед күші, мына формуламен өрнектеледі. Яғни, ығысқан сұйықтың көлемі дененің сұйыққа батқан бөлігінің көлеміне тең. Сонымен Архимед заңы былай тұжырымдалады. Сұйыққа батырылған денеге осы дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең күш әрекет етеді. Денелердің жүзу шартына тоқталсақ, дене сұйықта көрсетілгендей 3 шартқа сәйкес 3 түрлі жағдайда бола алады. Цилиндр тәріздес 3 бірдей ыдыс алып, су толтыра құяйық та,
Оған массасы 3 әртүрлі денені салып, осы 3 шарттың қайсысына сәйкес келетінін байқайық. Егер дене сұйыққа толық батып, оның ішінде жүзіп жүрсе, онда денеге әрекет ететін ауырлық күшінің модулі Архимед күшінің модуліне тең. Ендеше мына теңдік орын алады. Ығыстырылған сұйықтың көлемі дененің көлеміне тең екендігін ескерсек, дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығына тең болады. Ендеше сұйық ішінде жүзу шарты орындалады. Егер денеге әрекет ететін ауырлық күші Архимед күшінен артық болса, онда дене сұйыққа батады. Өйткені мына шарттар орындалады. Егер ауырлық күші Архимед күшінен кем болса, онда дене сұйық бетінде қалқып жүзеді. Осы тәжірибелер арқылы денелердің жүзу шарттарын анықтадық. Міне оқушылар, сендерге слайдтан барлығын түсіндірдім. Әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Есінде сақта, егер сұйықтық тарапынан әсер ететін Архимед күші дененің ауырлық күшінен аз болса, дене суға батып кетеді. Енді үйлерінде балалар әркім өзі зерттеу жұмысын жасасын. Ол үшін мынандай тапсырма қойылады. Жұмыртқа жүзу үшін не істеу керек? Оған қажетті заттар: шикі жұмыртқа, ыдыс, су, тұз, қасық. Яғни ыдысқа суды құямыз, ең алдымен бізге шикі жұмыртқаны саламыз. Шикі жұмыртқа салған кезде ол судың бетінде қалмайды, түбіне батып кетеді. Ал тұзды салғаннан кейін қайтадан жұмыртқамызды аламыз, содан кейін суға тұз салып, оны қасықпен араластырамыз. Содан кейін барып жұмыртқаны салған кезде жұмыртқа судың бетінде жүзіп жүреді. Нәтиже: жұмыртқаның ауырлық күші мен су тарапынан кері итеретін Архимед күші теңесті деп қорытынды жасауға болады. Немесе тұзды су жұмыртқаға қарағанда тығызырақ деп айтуға болады. Келесі, ары қарай сендерге тапсырма. Тапсырма тест түрінде бергім келеді. Тест сұрақтарына жауап берейік. Суы бар ыдысқа тас салса не болады? 3 вариант тұр. Дұрыс жауабы: тас суға батады. Екінші, дәл сол суға тағы сондай 2 есе су құйды, тасты қайдадан суға салды. Не болады? Дұрыс жауабы: тас суға батады. Кері, ары қарай. Қыздырылған ауа неліктен жоғары көтеріледі? Дұрыс жауабы: қызған ауа сұйық ауаға қарағанда жеңіл болады. Төртіншіден, денелердің қайсысы суға батпай бетінде қалқып жүреді? Дұрыс жауабы: қармақтың пенопласттан жасалған қалтқысы. Бесінші сұрақ: не себепті сүңгуіршінің аяқ киімі табанынан қорғасын орналастырылады? А-сы су астында жүре алу үшін, Ә-сі су бетіне тез шығу үшін, Б-сы су бетінде қалқып жүру үшін. Дұрыс жауабы: су астында жүре алу үшін. Енді оқушылар, үй тапсырмасы бүгінгі сабағымызда өткен тақырыпты оқып келу. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.